Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте керемет осындай майда лепешка нандар үй жағдайында дайындайтын боламыз. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, оның үстінен бір ас қасық қантымызды саламыз, бір ас қасық тұзымызды саламыз және құрғақ ашытқымызды салып, құрғақ қоспаларымызды араластырып аламыз. Оның үстінен жылы сүтімізді құямыз және алдын ала ертіп алған азғантай сары майымызды құятын боламыз. Және жылы суымызды құйып, қолымыздың көмегіменен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың басы біріккеннен соң, кішкене осылай сұйық май қосып, жақсылап тағы да илеп жібереміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, осылай пленкамен немесе кез келген ыдыспенен жылы жерге орап, жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қалдырып қоямыз. Арада уақыт өткенде қамырларымыз ашып шықты, көтеріліп, енді ыңғайлы етіп майда бөліктерге бөліп аламыз. Мен әрбір бөлігін 150 грамның шамасында бөліп алдым. Осылай противенімізге қойып, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Арада уақыт өткенде осылай саусақтарымыздың көмегіменен ортасынан бастап шетіне қарай жайып шығамыз. Және бетіне жұмыртқамызды араластырып жағамыз. Осы уақытта духовкаларыңызды қыздырып қоясыздар. Мен 200 градуста пісіремін. Барлығына жақсылап жағып аламыз. Енді бетінен кез келген күнжіт, мак сеуіп шықсаңыздар болады. Қызып тұрған духовкада қызарғанша пісіріп аламыз. Нандарымыз өте жұмсақ болып пісіп шықты, толықтай. Асты да қып-қызыл болып пісіп шықты. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Қазақша контенттің дамуына үлесіңізді қосып, әрбіріңіз видеомды толықтай қарап, егер ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Нандарымызды үзіп көрсеттім. Өте жұмсақ болып шықты. Арасы толықтай піседі. Өте дәмді болып шықты. Келесі кездескенше.